Иммунитет ағзаның бөгде заттар мен ауру тудыратын микробтардан қорғану қабілеті. Ол ағзаны вирустардан, бактериялардан, паразиттерден және өзге де зиянды әсерлерден сақтайды. Иммунитет түрлері. Туа біткен иммунитет адамның дүниеге келгеннен бастап болатын табиғи қорғаныс қабілеті. Жүре пайда болған иммунитет өмір барысында жұқпалармен күресу немесе вакцина алу нәтижесінде дамиды. Гуморальдық иммунитет. Иммундық жауап қан плазмасындағы антиденелер арқылы жүреді. Бұл антиденелерді лимфоциттер бөліп шығарады. Олар антигендерді таниды және бейтараптай. Әсіресе вирустар мен бактерияларға қарсы тиімді. Жасушалық иммунитет. Бұл жүйе лимфоциттерге негізделген. Олар инфекция жұққан жасушаларды, ісік жасушаларын жояды. Вирустар мен іште дамып жатқан микробтармен күресте маңызды рөл атқарады. Лейкоциттер ақ қан жасушалары және олардың қызметтері. Нейтрофилдер бактериялармен күресіп, оларды жұтып жояды. Фагоцитоз. Эозинофилдер паразиттерге қарсы әрекет етеді, аллергиялық реакцияға қатысады. Базофилдер аллергия кезінде гистамин бөледі. Лимфоциттер. Лимфоциттер антидене түзеді, гуморальдық иммунитет. Лимфоциттер жасушаларға тікелей әсер етеді, жасушалық иммунитет. Моноциттер үлкен фагоциттік жасушалар қабыну аймағына тез жетіп, микробтарды жояды. Қорытынды. Иммунитет ағзаның тіршілігін сақтайтын маңызды жүйе. Оны түсіну, денсаулықты сақтау мен аурулардың алдын алуда шешуші рөл атқарады.